ЦРУ-дің жалған вакцинациясы. 11 қыркүйектегі терактілерден кейін ақш-тың арнайы қызметтері Осама бен Ладенді іздеуге кірісті. 2013 жылға қарай ЦРУ-да оның Пәкістанның Аббатабад қаласында жасырынғаны туралы деректер болды. Алайда мұны тікелей дәлелдеу мүмкін емес еді. Сондықтан сол кездегі агенттер ерекше операция ойлап тапты. Гепатитке қарсы вакцина бағдарламасының бүркеншегінде дәрігерлер жергілікті тұрғындардан қан үлгілерін алып, олардың ДНК-ларын Бостонда қайтыс болған бен Ладеннің әпкесінің генетикалық материалдарымен салыстыруға тиіс болды. Барлық қызметі осы жоспарды пайдаланып, террористің отбасысы сол аймақта екенін дәлелдеуді көздеді. Бірақ операция сәтсіз аяқталды. Жергілікті тұрғындар күмәндана бастады. Ал бағдарламаға қатысқан дәрігер Шакили Афидиді пәкістандық билік қамауға алды. Алайда ең қауіптісі бұл оқиғаның бүкіл қоғамға тигізген салдары еді. Шындық ашылғаннан кейін медициналық ұйымдарға деген сенім күрт құлдырады. Көптеген пәкістандықтар медицина қызметкерлерін арнайы қызметкерлердің агенттері, ал вакцинаны тыңшылық жасау үшін арнайы сылтау етіп келді деп есептеді. Нәтижесінде бүкіл мемлекет зардап шекті. Елде дәрігерлерге қарсы зорлық-зомбылық толқыны басталды. Ондаған медицина қызметкерлері өлтірілді. Вакцинаға деген сенімсіздік Пәкістанды полиомиелитке шалдыққандардың саны бойынша қайтадан алдыңғы қатарға шығарды. Тек 2013 жылы ЦРУ директоры медициналық бағдарламаларды барлау мақсатында пайдалануға ресми түрде тыйым салды. ақш-тағы алғашқы әйел президент. 1919 жылдың қазан айында президент Томас Уилсон ауыр инсультке шалдығып, елді басқару қабілеті айтарлықтай шектелді. Саяси дағдарыс туындамас үшін оның жағдайының нақты ауырлығы ресми түрде жасырылды. Бірақ іс жүзінде атқарушы билікті басқару біртіндеп оның жұбайы Эдит Вилсонның қолына өтті. Формальды түрде ол ешқандай қызмет атқармаған және өкілеттілігі болмаған. Алайда президентке жолданатын барлық маңызды құжаттар мен өтініштер алдымен Эдиттің қолынан өтетін. Министрлер, кеңесшілер, тіпті кабинет мүшелері де өз сауалдарын әуелі соған жолдауға мәжбүр болды. Эдит олардың қайсысын күйеуіне жеткізу, ал қайсысын кейінге қалдыру немесе мүлде жауапсыз қалдыру керектігін өзі шешетін. Эдит Вилсонның айтуы бойынша, ол тек ақпаратты сүзгіден өткізумен шектелген, бірақ замандастары мен тарихшылар оның рөлі әлде қайда ауқымда болғанын атап өтеді. Ол мемлекет басшысы мен үкімет арасындағы жалғыз байланыс арнасына айналып, орасан зор ықпалға ие болған. Бұдан бөлек, кей деректерге сүйенсек, президент өз міндеттерін орындай алмайды деп күмәнданған мемлекеттік хатшы Роберт Лаксиктің қызметтен кетуіне де дәл Эдиттің ықпалы себеп болған. Эдит Вилсонның ешқашан ресми түрде президент деп аталмағанымен, көптеген зерттеушілер оны жасырын президент немесе ақш-тың ең алғашқы әйел президенті деп есептейді. Жүрек талмасын тудыратын тапанша. 1975 жылы ЦРУ директоры Уильям Колби ақш конгресіне тыңдалымға шақырылды. Бұған шетелдік, тіпті америкалық саясаткерлерді жасырын түрде жою туралы көптеген айыптаулар себеп болды. Жағдайды анықтау үшін арнайы комиссия құрылып, оның жұмысы барысында қоғам дүр сілкіндірген деректер ашылды. Соның ішінде ерекше қарудың, уланған дротик атып шығаратын тапаншаның бар екендігі әшкереленді. Оның әрекеті тіпті фантастикаға ұқсайтын. Атылған оқ мүлде дыбыссыз еді. Дротик дегенде адам тек масаның шағуын сезетін. Ол кейінді тесіп өтіп, жүрек талмасын туғыза алатын және ешқандай із қалдырмайтын. Дротик денеде лезде еріп кететін, ал жалғыз белгі терідегі көзге әрең шықылатын қызыл дақ қана болатын. Колби мұндай қару ЦРУ-дің қолында болғанын растады. Ол МК Наоми деп аталатын құпия бағдарлама аясында әзірленген. Бұл бағдарлама биологиялық және химиялық қаруларды жетілдірумен айналысқан. Бұл оқиға жүрек талмасын тудыратын тапанша алғаш рет ресми түрде қоғамға көрсетілген жалғыз жағдай болды. Мұндай қарудың бар екендігінің ашылуы ЦРУ-дің құпия әрекеттері бұрын ойлағаннан да кең ауқымда болғанына күмән қалдырмады. Нортвудс операциясы. 60 жылдардың басында Америка құрама штаттары мен Куба арасында қатынастар күрт нашарлады. Фидель Кастро билікке келіп, америкалық кәсіпорындарды ұлттандырды. Кеңес одағымен байланысын күшейтті және коммунистерді үкіметке кіргізді. Суық соғыс жағдайында Вашингтон тікелей араласуға сылтау іздеді. 1962 жылы ақш қорғаныс министрлігі Нортвудс операциясы деп аталатын құпия жоспар дайындады. Жоспарға сәйкес, ақш аумағындағы терактілер, диверсиялар және басқа да арандатушылық әрекеттер жасалуы тиіс еді. Ал олардың барлығы ресми түрде Кубаға жабылатын. Кемелерді жару, ұшақтардың апатын қолдан ұйымдастыру, тіпті америкалық қалаларға террористік шабуылдарды жасау ойластырылды. Мұның барлығы қоғамда кубалық режимге деген өшпенділікті күшейтіп, әскери басқыншылыққа негіз болуы қажет болатын. Құжаттар бұл жобаны елдің әскери басшылығы мақұлдағанын көрсетеді. Алайда президент Джон Кеннеди оны бекітуден бас тартты. Ол мұндай сценарийдің тым қауіпті екенін және КСРО-мен толыққанды соғысқа келуі мүмкін екендігін түсінді. Жылдар өткен соң құпия құжаттар жарияланып, Нортвудс операциясының шынымен болғанын дәлелдеді.
Осылайша ұзақ жылдар бойы ақылға сыймайтын қастандық теориясы саналып келген нәрсе ақш тарихындағы ең үрейлі беттердің бірі болып шықты. Вьетнамдағы жалған шабуыл. 1964 жылдың тамызында Америка құрама штаттары мен солтүстік Вьетнам арасындағы шиеленіс шегіне жетті. 2 тамызда американдық Mad Dogs эсминесі Вьетнам жағалауына барлау жүргізіп жатқан кезде солтүстіктің катерлері оған оқ жаудырды. Бұл оқиға шынымен болды, бірақ қарсыласының аумағына тым жақын жерде өтті. Алайда 2 күннен кейін 4 тамызда Вашингтон солтүстік Вьетнам тағы да шабуыл жасады деп мәлімдеді. Дәл осы оқиға ақштың соғысқа араласуы үшін шешуші сылтау болды. Кейін белгілі болғандай, ол күні ешқандай шабуыл болмаған. Mad Dogs командир капитан Джон Харрик бастапқыда шабуылды растағанымен, кейін өзі де күмәнданып, радарға ауа райы әсер етуі мүмкін деп болжады. Соған қарамастан президент Линдон Джонсон әкімшілігі асығыс шешім қабылдап Конгреске қате түсіндірілген радиожазбаларға сүйенген дәлелдер ұсынды. Жылдар өткен соң АНБ тарихшысы Роберт Ханок агенттік әдейі есептерді бұрмалап шабуылдың болғанын көрсеткісі келгенін айтты. Тіпті сол кездегі қорғаныс министрі Роберт Макнарама кейінгі екінші шабуылын мүлде болмағанын мойындады. Алайда дәл осы ойдан шығарылған оқиға Тонкин шығанағындағы революцияның қабылдауына негіз болды. Ол президентке Вьетнамда ресми соғыс жарияламай-ақ әскери әрекеттер жүргізуге шексіз өкілеттік берді. Канадалық гей-радар. 1960 жылдары Канаданың үкіметі гомосексуалдарды мемлекеттік құрылымдарға қатер төндіреді деп санап, оларға қарсы белсенді науқан жүргізді. Әсіресе әскер, полиция және мемлекеттік қызмет ерекше бақылауда болды. Сол кезде билік Карлтон университетінің психологы Фрэнк Роберт Уитті гомосексуалдарды анықтайтын құрылғы ойлап табуға міндеттеді. Осылайша жеміс машинасы немесе ресми атаумен гей-радар дүниеге келді. Тәжірибеге қатысушыларға жалаңаш ерлер мен әйелдердің суреттері, сондай-ақ гомосексуалдыққа тән деп саналатын сөздер мен тіркестер көрсетілді. Осы сәтте олардың ағзасындағы физиологиялық реакциялар, әсіресе қарашықтың ұлғаюы тіркелді. Және олар осы көрсеткіштерді негізге ала отырып, адамның ориентациясын анықтаймыз деп ойлады. Алайда құрылғы толығымен жалған ғылыми негізге құрылған еді. Бөлмедегі жарық, адамның шашауы немесе толқуы көз реакциясының суреттерден кем әсер етпейтін. Соған қарамастан гей-радар нақты тәжірибеде қолданды. Нәтижесінде жүздеген, мүмкін мыңдаған адам жұмысынан айырылды. Көптеген адамдар әскерден және полициядан шығарылды. Тағдырларына балта шабылды. ақш үкіметі және уланған алкоголь. 1920 жылдары ақшта құрғақ заң күшіне еніп, алкогольді өндіру және сатуға тыйым салынды. Бірақ бұл заң соңында қара нарықтың қарқынды дамуына алып келді. Контрабандашылар және мафия үлкен байлыққа ие болып, мемлекет заңсыз ішімдіктің кең таралуына тосқауыл қоя алмады. Сол кезде билік шектен тыс қадамға барды. 1920 жылдардың ортасында ақш үкіметі өнеркәсіптік спиртке адамға аса қауіпті метил спиртін қосуды бұйырды. Шенеуніктердің ойынша заңсыз саудагерлер улану қаупінен қорқып, мұндай өнімді сатудан бас тартуы керек еді. Бірақ барлығы олардың ойындағыдай болмай шықты. Заңсыз алкогольге сұраныс соншалықты жоғары болғаны, контрабандашылар уланған ішімдікті де сата берді. Және оның салдары бірден байқалды. 1926 жылы тек Нью-Йорктың өзінен метанолдан уланып 585 адам қаза тапты, ал ел бойынша құрбандардың саны 5000-нан асты. Зерттеушілердің мәліметінше, ол кезеңде алкогольден өлім жітім саны 600% артқан. ЦРУ-дің жалған жануарлары. 1970 жылы ЦРУ барлаудың ерекше тәсілдерін белсенді түрде сынап көрді. Ең таңғаларлық жобалардың бірі механикалық жануар тыңшылар жасау болды. Агенттік инсектатор деп аталатын шағын ұшқыш аппаратты құрастырды. Бұл миниатюрлық дрон сырттай тірі инелікті айнытпай көрсету үшін қолмен боялды. Жобаның мақсаты ол көзге түспей, жабық аймақтарға кіріп барлау жүргізуі тиіс еді. Бірақ іс жүзінде құрылғы тым тұрақсыз болды. Әлсіз ғана желдің өзі оның бағытын өзгертіп жіберетін. Сондықтан жоба сәтсіз саналды. Бұл жалғыз ғана тәжірибе емес еді. Дәл сол уақытта көгершіндерге аэрофото түсірілімі үшін шағын камералар тағылды. Ал кейбір құстарға терезе алдында арнайы тыңдау құрылғыларын тастауды үйретті. Қағаз жүзінде жоба үміт күттіргенімен, тәжірибеде құнды ақпарат алу өте сирек мүмкін болды. Су астында да тәжірибелер жасалды. ЦРУ әскери нысандар алдында судан сынама алу үшін жасанды балық үлгілерін ойлап тапты. Бұл ядролық сынақтар немесе химиялық қалдықтардың ізін анықтау үшін жасалды. Мұндай жобалар көп жағдайда нәтиже бермегенімен, олардың бар болуының өзі барлау қызметтері ақпарат алу үшін қандай фантастикалық қадамдарға барғанын дәлелдейді. Бір кездері абсурд сыбыстар болып көрінген нәрселер кейін нақты тарихтың бір бөлігі болып шықты. Сейспрей операциясы. 1953 жылы ақш әскери теңіз күштері америкалық қаланың ықтимал биологиялық шабуылға қаншалықты осал екендігін тексеруді ұйғарды. Эксперимент алаңы ретінде Сан-Франциско таңдалды.
бір апта бойы әскери кемеден қала маңындағы ауаға 2 түрлі бактерия шашылды. Ол кезде әскерилер бұл микроағзалар адамға зиянсыз, денсаулыққа қауіп төндірмейді деп мәлімдеді. Алайда шындық басқаша болып шықты. Бірнеше аптадан соң Стэнфорд ауруханасында өте сирек кездесетін несеп жыныс жолы инфекциясының өршуі тіркелді. Ауруханаға бірдей симптомдармен 11 науқас түсті. Бұлардың біреуі асқынудан көз жұмды. Дәрігерлер жағдайдың ерекше болғанын ескеріп, нәтижелерін медициналық журналға жариялады. Тәжірибе мен өлімнің арасындағы тікелей байланысты дәлелдеу мүмкін болмағанымен, кейін белгілі болғандай операция барысында қаланың барлық тұрғындары, шамамен 800 мың адам, шашылған бактерияның 5 мыңға дейін бөлшегін жұтқан болуы ықтимал. Бұл мөлшер қауіпті патогендер, мысалы Сібір жарасы сияқты ауруларды жұқтыруға жеткілікті дозаға тең еді. Күн нұры жобасы 50-ші жылдардың басында ақш үкіметі күн нұры деген құпия зерттеу сериясын бастады. Оның мақсаты ядролық сынақтардан кейінгі радиоактивті шөгінділердің адам ағзасына әсерін анықтау еді. Ерекше назар стронций 90 элементіне аударылды. Ол сүйек тінінде жиналып, әсіресе балалар мен нәрестелер үшін аса қауіпті болатын. Тәжірибелерді тікелей тірі адамдарға жүргізу мүмкін болмағандықтан, ғалымдарға талдау үшін тың үлгілер қажет болды. Осыдан соң құпия түрде адам қалдықтарын жинау бағдарламасы басталды. Әсіресе нәрестелер мен кішкентай балалардың сүйек тіндері алынды. Мыңдаған үлгі Австралиядан бастап Еуропаға дейін әртүрлі елдерден жасырын түрде жиналды. Көп жағдайда бұл ата-аналардың рұқсатынсыз және олардан жасырын жасалды. Ең танымал оқиғалардың бірі Ұлыбританияда орын алды. Анасының айтуынша, оның өлі туылған сәбиінің аяқтарын дәрігерлер жасырын түрде алып тастаған. Ал олар күдіктеніп қалмау үшін тіпті баланың денесін жерлеу рәсіміне киіндіруге де рұқсат бермеген. Осылайша ғылым атын жамылып, күн нұры жобасы аясында зерттеушілер радиацияның әсері туралы деректер жинап отырды. Бірақ мұның бәрі адамдық қайғы-қасіретті елемеу арқылы жүзеге асқан еді. Бағдарлама 1956 жылға дейін құпия сақталып, тек кейін ғана қоғам бұл білімнің қандай қымбат бағаға алынғанын білді. Далай-лама және ЦРУ ғарышысы Қырғыз-Қабақ соғыс кезінде Қытай Тибетке бақылауды күшейтуге тырысты. Бұл Вашингтонды алаңдатты. Жауап ретінде ЦРУ Тибеттік қарсылықты қолдауға бағытталған құпия бағдарламаны іске қосты. Агенттік шағын партизандар жасақтарын қаруландырып, оларды арнайы үйретті. Сондай-ақ жасырын жолдармен әскери жүк жеткізіп отырды. Нәтижесінде шамамен 2000 адамнан тұратын отряд құрылып, таулы аймақтарда Қытай әскеріне қарсы әрекет ете бастады. Әскери көмектен бөлек ақпараттық насихатта жүргізілді. Батыс елдерінің бұқаралық ақпарат құралдары адам құқығының бұзылуы туралы материалдар таралып, халықаралық қауымдастықтың назарын аудару көзделді. Бұл мақсаттарға жыл сайын миллиондаған долларлар бөлінді. Ең үлкен таңданыс тудыратын жайт, бұл қаржының бір бөлігі тікелей Тибеттің рухани көсемі Далай-ламаға беріліп отырған еді. 50-ші жылдардың соңында 70-ші жылдардың ортасына дейін ол ЦРУ-дан жыл сайын 150 мың доллар алып отырған. Оның айтуы бойынша бұл қаражат жеке мақсатқа емес, Тибеттің қуғында жүрген үкіметтік қызметіне жұмсалды. Оның ағасы Гяуло Тухантупта ақш барлауы үшін ең маңызды байланыстың бірі әрі құнды агент саналды. Бағдарлама 1970 жылы президент Ричард Никсон Қытаймен жақындасу саясатын бастағаннан кейін тоқтатылды. Бұл тибеттіктер үшін ақштың шын мәнінде Тибет халқына көмектесуде емес, Қырғыз-Қабақ соғыс кезінде тек өз мүддесін көздегенін дәлелдегендей болды. Акустикалық мысық 60-шы жылдары ақшта орталық барлау бағдарламасы қарапайым үй мысықтарын тыңшы ретінде пайдалануды ойлап тапты. Жобаға акустикалық мысық деген атау берілді. Негізгі идея жануардың денесінде жасырын аппараттарды орнату еді. Құлағына шағын микрофон, бас сүйегінің түбіне радио таратқыштар, ал жүніне жіңішке сым жасырылды. Осылайша мысық тірі тыңдау құрылғысына айналуы тиіс болды. Жоспар бойынша жануар дипломаттар мен шенеуніктерге қоғамдық орындарда байқатпай жақындап, олардың әңгімелерін жазып алу керек еді. Жобаға шамамен 20 миллион доллары жұмсалды. Содан кейін алғашқы нақты операция өткізілді. Мысықты Вашингтондағы КСРО елшілігінің маңында босатып, саябақта әңгімелесіп отырған 2 адамды тыңдау тапсырылды. Алайда нәтиже күлкілі әрі қайғылы болды. Мысық көшеге шығысымен оны такси қағып кетті. Бұл жағдай бүкіл бағдарламаның толық сәтсіздігінің символына айналды. Кейін ЦРУ қызметкерлері мәселе бақытсыз оқиғада емес, жалпы мысықтарды мұндай күрделі тапсырмаларға үйрету мүмкін еместігінде деп мәлімдеді. Ақырында жоба 1967 жылы жабылып, ешқандай пайдалы жазба алынбады. Гей-бомба 90-шы жылдары ақшта әдеттен тыс қару-жарақ идеялары талқыланды. Солардың ішінде ең абсурдтардың бірі гей-бомба концепциясы болды. 1994 жылы қорғаныс министрлігінің бір құжатында қарсылас әскерде өз серіктесіне деген бақылаусыз сексуалды құштарлық тудыратын өлімге әкелмейтін химиялық қару жобасы қарастырылды. Жоспар бойынша арнайы заттар сексуалды ферромендерді шашып, армия қатарында жаппай дезориентация тудыруы мүмкін делінген. Бұдан бөлек басқа да химиялық идеялар ұсынылды. Мысалы, дененің жағымсыз иісін немесе шірік демді еліктіретін заттар.
Сол арқылы жау сарбаздары айналасындағыларға тым жиіркенішті болып көрініп, шайқас алаңында оңай бақыланатын еді. Мұндай қару жасалған немесе қолданғаны жайлы ешқандай дәлел жоқ. Мамандар да бұл идеяның ғылыми негізі жоқ екендігін айтады. Бірақ мұндай олардың ресми деңгейде қарастырылуының өзі қырық-қабақ соғыс дәуірінде және одан кейін әскери мекемелердің стандарттан тыс шешімдер іздеуде қаншалықты шетке кететіндігін көрсетеді.